Сәлем балалар! Бүгін біздің каналымызда математика 2-ші сыныптың 1-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандардың құрылуы, ондықтармен санау. Ал балалар, 1-ші тапсырмаға қарайық. Натурал сандар дегеніміз не? 1-ші сыныпта алған біліміңді есіңе түсір. Балалар, натурал сандар дегеніміз өз суретімен орналасқан барлық натурал сандар жиынын айтамыз. 2-ші есептің берілгенін оқиық. Шаршыларды сана. Егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар? Балалар, бұл 2-ші есептің А, Ә, Б пункттарын қазір бірге шығарамыз. 2-ші есептің балалар А пунктын қарайық. Бір бірлік дегеніміз балалар 1, 2 бірлік деген 2, 3 бірлік деген 3, 4 бірлік деген 4, 5 бірлік деген 5, 6 бірлік деген 6 деген сан, 7 бірлік деген 7 деген сан, 8 бірлік деген 8, 9 бірлік дегеніміз 9, 10 бірлік дегеніміз 1 ондық, 10 деген сан. Яғни 10 деген 10 бірлік бар деген сөз. Енді Ә пунктінде 1 ондық қосу 1 бірлік дегеніміз 11-ге тең. 1 ондық қосу 2 бірлік дегеніміз балалар 12-ге тең. Б пунктінде 1 ондығымыз 10, 2 ондығымыз 20, 3 ондық дегеніміз 30, 4 ондық дегеніміз 40, 5 ондық дегеніміз сәйкесінше 50 болады, 6 ондық дегеніміз сәйкесінше 60 болады балалар. Келесі балалар 3-ші есеп. Сандарды ата дейді. Мына жерде бізге үлгіге 3 ондық 8 бірлік тең 38 деп беріпті. Келесі 5 ондық 6 бірлік дегеніміз 56, 6 ондық 9 бірлік дегеніміз 69, 9 ондық 7 бірлік дегеніміз 97, 7 ондық 8 бірлік дегеніміз 78, 8 ондық 5 бірлік дегеніміз 85, 41 бірлік дегеніміз балалар 41. Естеріңізге сақтаңдар балалар. Екі таңбалы сандар, ондықтар 2-ші разрядтың бірлігі мен бірліктерден 1-ші разрядтың бірлігінен тұрады. Балалар, сабағын ұнаса лайк басып тіркеліп алыңдар. Естеріңізге сақтап алыңдар балалар. Екі таңбалы сандарды солдан оңға қарай оқиды. Алдымен санның ондықтары, содан соң бірліктері аталады. Енді балалар, келесі 4-ші тапсырманы оқиық. Әр суретте қанша зат бар? 1-ші суретте балалар бізде кітап бейнеленгенде, кітаптың саны 12, 12 кітап бар екен сөреде. Келесі бізде әр түрлі түсті карандаш тұр. Карандаштың саны 21 балалар. Келесі балалар 5-ші тапсырма. А пункті 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана дейді. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ә пункті 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана дейді. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 балалар. Келесі бізде балалар 6-шы есеп, қалып қойған сандарды ата. 6-шы есептің балалар А пункті. 50 бірлігіміз балалар 50-ге тең. 51 бірлік дегеніміз 51, 52 бірлігіміз 52-ге тең. 53 бірлігіміз сәйкесінше 53-ге тең. 54 бірлігіміз 54, 55 бірлігіміз 55, 56 бірлік дегеніміз 56, 57 бірлік дегеніміз 57, 58 бірлік дегеніміз 58, 59 бірлігіміз 59-ға тең, 60 бірлігіміз 60 деген сөз. 61 бірлік 61 деген санға тең, 62 бірлік дегеніміз 62, 63 бірлік дегеніміз 63, 64 бірлігіміз 64-ге тең, 65 бірлігіміз 65-ге тең, 66 бірлігіміз 66, 67 бірлік дегеніміз 67-ге тең, 68 бірлік дегеніміз 68 деген сан, 69 деген бірлік 69 деген санға тең болады, 70 бірлігіміз 70 деген сөз. Енді Ә пункті. 10 ондығымыз 100-ге тең, 9 ондық дегеніміз 90, 8 ондық дегеніміз 80, 7 ондық дегеніміз 70, 6 ондық дегеніміз 60, 5 ондық дегеніміз балалар 50 болады, 4 ондық дегеніміз балалар 40 болады, 3 ондығымыз 30-ға тең, 2 ондық дегеніміз 20, 1 ондық дегеніміз 10 балалар. Келесі бізде балалар 7-ші тапсырма. Жауабы 15-ке тең мысалдарды ғана жаз дейді. Бұл жерде 19 азайту 4 тең 15, және екіншісі 13 қосу 2 тең 15. Осы екі мысал ғана 15-ке тең екен балалар. Келесі бізде балалар 8-ші тапсырма. 70-тен 80-ге дейін сандарды өз суретімен жаз дейді. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Келесі балалар 40-тан 30-ға дейінгі сандарды кем ретімен жаз дейді. 40, 39, 38, 37,
36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Балалар сабақ ұнаса лайк басып, тіркеліп алыңдар. Соңғы 9-шы есеп балалар сандарды ата. 73, 37, 77, 33. Осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды? Әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді? Осы сандарды жазу үшін балалар қажет болған цифрлар 3 және 7. 73 дегеніміз балалар 7 ондық 3 бірлік. 37 дегеніміз 3 ондық 7 бірлік. 77 дегеніміз 7 ондық 7 бірлік. 33 дегеніміз 3 ондық 3 бірлік. Естеңге сақтаңдар балалар. Санның әрбір цифры белгілі бір орынға, яғни позицияға ие. Оны разряд деп атайды. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.